Қайырлы күн достар, менің есімім Балжан. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын мини пиццаның рецептімен бөлісемін. Барлық қажет заттарды описанияға жазып қоямын. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Суымыздың үстіне құрғақ дрожжбен қант, тұз және де сұйық майды құйып, қасықпен араластырамыз. Қасықпен біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Содан кейін үстіне ұнымызды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды өткізіп болғаннан кейін бастапқыда қамырымыз қоюланғанға дейін қасықпен араластырамыз. Қамырымыз қою масса болғаннан кейін барып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан соң 1-1,5 сағатқа бетін жауып бөлме температурасында көтерілгенге дейін қалдырамыз. Мінекей менің қамырым бөлме температурасында 1-1,5 сағат тұрды, осылай көтеріліп шығады. Енді қамырымызды кіші бөлшектерге бөліп аламыз. Мен әр қамырды 100 граммнан бөліп шықтым. Сіздер көзбен шамалап бөлсеңіздер де болады. Қамырымызды бөлгеннен кейін барып, осылай барлық қамырымызды домалақтап шығамыз. Табамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, осылай барлық қамырымызды домалақтап орналастырып шығамыз. Қамырларымызды орналастырып болғаннан соң бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Мен колбаса, қызанақ, соленый огурцы және де сыр қолдандым. Салмасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дайындасаңыздар болады. Барлық салмасына қажетті заттарды кубик етіп турап алдым. Бірінші колбасамызды осылай кубиктап турап аламыз. Мінекей колбасамызды турап алдық. Енді барлығын бір ыдысқа жинақтадым. Келесі соленый огурцымызды турадық. Сіздер кәдімгі свежий огурцы қолдансаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мінекей огурцымызды турап алдық. Енді қызанағымызды да кубик етіп турайтын боламыз. Мінекей барлығын турап дайындап алдық. Енді сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Сырымызды да теркадан өткізіп дайындап алдық. Енді соусын дайындап аламыз. Ол үшін бізге майонез бен кетчуп қажет болады. Ыдысымызға майонез бен кетчупымызды салып, қасықпен біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Араластырып болдық. Біздің қамырымыз 20 минут бөлме температурасында тұрды. Енді бетін ашып, қамырымызды дайындайтын боламыз. Алдымен қолымызды майлап аламыз. Содан кейін қамырларымыздың барлығын осылай қолымызбен біркелкі етіп жайып аламыз. Мінекей барлық қамырларымызды жайып алдық. Енді бетіне майонезді соусымызды біркелкі етіп жағып шығамыз. Майонезді соусымызды барлығына осылай біркелкі етіп жағып алдық. Енді салмасын салып шығатын боламыз. Мен ең бірінші болып астына колбасаны салдым. Барлығына салып алдым. Содан кейін барып оның үстіне помидорларымды салып шықтым. Қызанағымыздың үстіне соленый огурцымызды салып шығамыз. Барлық ингредиенттерді біркелкі етіп жайып, әдемілеп саламыз. Содан кейін барып қызып тұрған пешімізде 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Піскен уақытында барып бетіне сырымызды салып, тағы да пешімізге 5-10 минуттай салып аламыз. Яғни біздің сырларымыз ерігенше салып аламыз. Мінекей мен пештен шығардым. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес берем. Ал ас болсын. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.